Сәлем достар, бүгін мен Тошаның анасының кітабын алып келдім. Ол өте күшті. Бүгін біз ең бірінші күнімен бастаймыз. Бұл күн өте күшті болады. Біз мынаны істей аламыз. Тек бізге моз керек және легоның бөлшегі және май мен судың олар араласпайды екен. Мен өзім де білмедім. Олар араласпайды. Мысалы біз майда бірінші салсақ, одан кейін суды олар тез айналып кетеді. Ол май үстінде тұрады, су астында тұрады. Және мынандай зерттеу бар. Лего ол ең жеңіл, легкий. Ол бізде 700 грамм. Қияр ол 980 грамм. Сәбіздің 1040 грамм. Содан соң біз оны қоямыз. Лего үстінде тұрады. Өйткені ол ең жеңіл. Қияр ортасында тұрады. Өйткені ол ауырлау. Сәбіз ең ауыр. Ол түсіп олай тұрады екен. Маған ол бүгінгі бірінші күн маған өте ұнады. Тошаның мамасына сәттілік тілеймін және үлкен рахмет. Сау болыңдар. Так, каждый охотник желает знать, где сидит фазаны. Да? Шықты ма? Оранжевый, красный, Смотри, я сейчас ближе сделаю, ты возьми бумагу. Я ближе сделал. Возьми бумагу. Вроде отражается. Да, бірақ не видно, да, сағақ неден. Может, надо на свете, но выключить вот тот свет. То есть в день, но вот этот свет выключить как раз день. Днем, да? Да. Все, да? Менің екінші күнім. Зерттеуші. Мен бүгін екінші күннің менің досының Тошаның кітабы шықты. Мен оның екінші бетін қарадым. Енді мен оны істедім. Ол маған өте ұнады. Мынандай әдемі жар шықты. Тек бізде ол басқа жерге орналасады. Мына жерде де айтылып тұрды, немесе мына жерде. Ол жарық әр жерге орналасады. Маған Тошаның әдемі кітабын істегенін өте ұнады. Содан соң мен екінші беттен кейін соңғысы бетке дейін келем. Ол күшті кітап. Тошаның мамасы оқы істеді. Мынау мен, мысалы, Шәкір, Тошаның інісі, мынау Тоша. Маған өте ұнады. Бүгінгі күнге 5-тен 5 балл қоям.